Мен 98 жылдан бері сахарный диабетпін. Одан кейін 14 жыл менің аяғым былай қисайып кетті. Домалақ кольцо болды да. Мына тізем бүгіліп қатып қалды. Енді операция бәрін маған жетті, бірақ та мен операциядан қорқам, өйткені сахарный диабетта пышақ тигеннен кейін все, сен о дүниеге кете бердің деп есептей беріңіз. Аяғым кеседі, көзім кеседі. Бірақ мен врачтарға бара бердім. Сіз не бәленбай жыл врач деп отырсыз, иә? Қазір әр 3 метр жерде аптека бар. Қаншама клиникалар бар. Мен балаларым аяғын жоқ, бәрінен алды. Сетевойда қандай өнім келеді, мен бәрін іштім. Единственное, Ксанга деген компанияда менде жеңілдік болған. 4 жыл қатарынан ішіп отырдым. Енді бала-шағама рахмет. Сол компаниядан бір кішкене бір жақсы результаттар көргім. Оны кейін ол өзі кетті, болды, официально кіре алмады. Мен оның кейін қай жерде қай өнім ашылады, сіңірлерім болсын, өзімнің балаларым болсын, маған алып келеді. Алоэ вераның немнесі 46 мың ба? Соны мен айтып еді, мысалға. Енді қараңыз, врачсыз ғой, менің аяғым былай қат қалған. Знаете, мен айнаға қарай алмай қалғам, өйткені бар ғой, менің көзім бәрі бейт қалды. 98 еще мен 9 класстан бері қатта очки киемін. Очкиім тастадым. Мен қазір бар ғой, сығалап отыр ғой, сіздің өңіңізді анық көрім. Мен ана жерде отырып 1 метр жерде мынаны сандарды көрмейтім. Қайғыны кім айттым ғой, мен анау көп тұрым ғой деп мынаны алысқа қойыпты. Мына букваларды көріп тұрым, очкиім келмей қалды. Очкиімді қайғыны осы жерге тастап кеттім ғой, немесе қайда қалған білмеймін. Жақсы қымбат очки киіп жүрем, естественно. Содан кейін көзім былай түсіп қалған, былай. Көзім түсіп қалғанда, мынау естественно очки келгенде мына жердің бәрі сып тұрады. Соны мен бүйтіп ұяламда очкиді бүйтіп мына жеріме қыстырып аламын да, жай отырған кезде. Тез очкиді киіп алып отырам. Енді қазір менің аяғымды қараңыздаршы, міне. Алтайғаным басып қалды. Енді мына немнен міне бүйтіп тұрған тізем, міне қараңыздар. Мен сразу выпрямилась. У меня мына тізем выпрямилась 7 күнді, қыздар. А қазір мен продолжать етіп жатырмын, әлі жұмыс істеп жатыр, оны білем. Онан кейін бір выпрямить, продукт говорите. Очистканы іштім. Потому что біз қазір адамдарға беріп жатырмыз, қазір мен сөйлеймін. Қыздар, мынау міне. Мына жиросжигающий. Мынау очистка. Қанды ішкен жоқпын мен. Мынаны суставной бар еді ғой жаңа. Қыздар, мен бірінші мынаумен 3 күн ауыртты, 3 күн бұрады. 3 күннен кейін 3-4 күнді байқадым, өзім, сіздер бәрдеңіз байқадыңыздар ғой, мен таяғымды ұмытып кеттім. Таяқпен келіп жатқам. Мынау шеттім, қыздар, сондай дәмі жақсы. Одан кейін маған ана Шолпан Балтабаевна, енді біз бәрі врачтарды бәрі тыңдаймыз ғой. Ол кісілердің де еңбектері мол, конечно. Соны ұқсайды, сен мынаны қос деді. Мынаны қостым, мынаны алдым, енді, ал мынаны вместо питания я принимала. Енді қараңыздаршы, мен қазір өзі сөйлеп тұрмын ғой, бәрі біледі осы жерде, мен танитын кісілер, менің үстім су, қазір менде мына шашымнан су тамып тұратын. Соны мен даже байқамай қалдым, қайсынан кеткенін. Сіздің жүзіңіз жайнап кеткен. Мен кірем ғой мына салға, Содан мен тез жүре аламын ғой, Мен вообще соңғы кезде бар ғой, қыздар, мен тез жүре алмайтын, мен былай. Міне Айманға болса да бүйтіп жүрем, Қарлығаш болса да бүйтіп жүрем, Енді қазір жаңа неге барып келдік, тамақ ішуге барып келдік, қыздар таңғалып жатыр. Ол екіншіден, үшіншіден мына киімдер босап жатыр, бәрі түсіп жатыр. Ол екіншіден, оның кейін сол тер дегенді айтсаңыздаршы, мен почему-то, мен қазір мына кофтым бар ғой, кофтымнан былай ағып тұратынсың. Былай ағып тұратын. Сіз ұсталый бүйттен жүресіз. Сонан кейін үнемі шаршап, өзім қыздарым біледі, Сондықтан мен вообще басында, енді жасыратын жоқ, қойшы Қытай немене жаңағы анақса өзінің ойын айтып тұру кісінің жазығы жоқ. Ой, Қытай бізді қай бірін етеді дейсің деп. Енді мынаны жаққанда бар ғой, менің мына ағатайым айтады, видеомен сөйлескенде көзің ашылып қапты деп. Мына қабағым көтерілген, қыздар, мынау қап-қатты қазір. Осыны мынаның кереметтігін айтайын ба, басыңызға да жаға беріңіз. Құлақ шулап тұрады, оны келтіреді. Мына көк желкеге жаға беріңіз. Мынаның бәріне, мына седалищный нерв. Мен мына терсегіме жақтым. Каждый қолымның арасына, бар ғой,
екеу үшеуін 3-4 күнде бітіріп тастадым да. Керемет жұмыс істейді қыздар. Ешқандай сомнение болмасын. Сол үшін де и зарплата-то хорошая тоже. 85 құлақтарыңыз алтын сырға. 85 жастағы апа